Айымгы дүние сырлар менен толы. Бірақ бұл сырлардың ең қызықлысы Салавкелер мемлекетінің рауажлануы һәм құлауы. Александр Македонский өлімінен соң оның үлкен салтанаты бөлекленіп, бұл вайраналар үстінде жаңа мемлекетлер қалай пайда болды? Македониялы саркардалар қан төгулер есебінен елеген жерлерді қалай бөлістірген? Орта Азиядағы басып алынған аймақлардың тағдыры қалай өтті һәм не себептен грек мәдениеті шығыста тамыр жаюға ерісті? Бұл сұраулар бүгінгі күнде де тарихшыларды қызықтырмақта. Себебі бұл тарихта саясат, ұрыстар, бітіне һәм батыс және шығыс мәдениетлерінің үйлесуі өзара тығыз байланысқан. Салавкелер құдіретлі династия еді. Бірақ оларды не апатшылыққа алып келді? Олар Туран тарихында қандай із қалдырған? Бүгін біз бұл дәуірдің барлық сырларын ашу үшін өтмішке саяхат етеміз. Көз алдымызда саркардалар, патшалар һәм жауынгерлер дәуірі көрінеді. Хұкімдарлық үшін күресте шығыс һәм батыс соғылысқан, дүниеге мархамат. Бұл жайқын жойбарылған біз басладық. Жиырманыншы ғасырдың 50-ші жылдары тарихтануында Туран тарихына тиесілі антик дәуір түсініктері айланысқа кірген еді. Айымғы дәуір тарихы менен шұғылланушы, зерттеуші ілімпазлар, археологлар һәм тарихшылардың көпшілігі айымғы атамасын Туран тарихына тақарда қоллану мүмкін деген көз қарас тарептары болды. Біздің эрамызға шекемгі 4-ші ғасырден баслап, Туранның текарғы диханшылық оазислері социалық-экономикалық рауажланудың бүткіллей жаңа, жедел жолына өтті. Бұл рауажлану эрамыздың 3-4 ғасырлерінде кризиске ұшырай баслайды. Қала құрылысы мәдениеті һәм суғару тәртібі, жазу һәм ақша айланысы, материалы һәм көркем мәдениетқа байланыслы көп санлы һәм һәрқилы естеліктер міне осы рауажлану процесінен дерек береді. Бұл дәуір айымғы дүние көплеген мемлекетлері жәмиетінің рауажлануының социал-экономикалық һәм ұлыма мәдени тариплерінде көрінген жаңа басқышыменен түсіндіріледі. Ол түрлі мемлекетлерде өзіне тәнлігіменен ажыралып тұрып, бүткіл айымғы дүние мемлекетлерін қамтып алған жаһан тарихындағы хадиселердің айрым белгілері һәм өзгешелігілері жағынан бір-біріне ұқсаслығы процесслерінен бірі еді. Антик атамасы антигути сияқты қолданылып, ұзақ өтміш айемгілігі деп аударма етіледі. Біздің эрамызға шекемгі 323 жылда Александр Бобелде тосаттан қайтыс болғаннан соң, ол дүзген мемлекеттегі орайлық хакимиетке қарсы күшлердің харекетлері жеделесуінің нәтижесінде грек-македонлар жүрістері нәтижесінде пайда болған мемлекет тарқалып, оның орнына салыстырмалы тұрақлырақ болған грек-эллинистік мемлекет бірлеспелері пайда болады. Александр мемлекеттің бөлінуі һәм оның қарабақаналарында жаңа мемлекетлер системасының пайда болуы тыныш жолменен емес, ал Александр Македонскийдің жақын саркардалары, диадохлар арасындағы тынымсыз ұрыстар себеплі жүз береді. Олардың арасында сауашлар нәтижесінде Александр мүлкілері бөлісіп алынады. Бұл уақытта греклер һәм македонлар Туранда хакимиетті басқарушы қатламларды құрайтығын еді. Александр өлімінен кейін Бактрия һәм Сагдиана Кипр атауынан болған грек Стасанор қолына өтеді. Бұл уақытта екі диадох, Евмен һәм Антигон Александр мемлекетінің текарғы жерлерін қолға кіргізу үшін өзара күресіп отырған еді. Антигон Александр мемлекетінің үлкен бөлегіне хүкімдарлық орнатуға ерісті, бірақ оның бұл хүкімдарлығы ұзаққа созылмады. Александр Македонскийдің мүлкілеріне иелік ету біздің эрамызға шекемгі 306 жылда салыстырмалы күшлі болған диадохлар Антигон, Дмитрий Палеокет, Птолемей Лак, Лазимах, Салавка һәм Кассандрлар өздерін патша деп жариялады һәм бұл арқалы Александр мемлекеті қарбақаналарында өз мемлекетін түзуді мәлім етті. Солай етіп, тарих сахнасында батыс һәм шығыс дәстүрлерін үйлестірген эллинистлік мемлекетлер пайда болды. Әне сондай ірі мемлекетлерден бірі Салавкелер мемлекеті еді. Өзінің ең гүллеп шайнаған дәуірінде бұл мемлекет алдын Александр салтанатына кірген үлкен аймақларды иелеп, батыста Эгей теңізінен шығыста Хинд ойпатлығына шекем созылған һәм Кіші Азияның құбла бөлімін
Siriya, Arxa Mesopotamiya, Bobil, Iran ham Turanning Qubla viloyatlari sonday-aq Afg'onistonning ulkan bo'limiin o'z ichiga olgan edi. Бұл үлкен mamlakatning tikарын saluvchisi Aleksandrning iri sarkartasi Salavka edi. Antik davr tarixchisi Pompey Trokning жазуына qaraganda, Salavka ayrim өлкелерді сөйлесулер жолымен иеледі. Бірақ Бактрия, Парфия ham соғыс жерлерінде ол қатты қарсылыққа ұшырайды. Ham ауыр сavaşlar алып баруына тура келген. Бұл мағлұматты грек тарихшысы Ариан да тавсихлап, ол былай хабар береді. Салавка бактриялылар, сөгдейлер, парфиялылар ham герканиялылар менен көп ұрыслар алып барғаннан кейін, олардың жеріне хүкімдарлық ете басылады. Туран жерлерінің Салавка тарапынан басып алынуы біздің эрамызға шекемгі 306-301 жылларға тура келеді. Бірақ Хиндистандағы әскери саяси жағдай себеплі бұл аймақтардағы атлантислар салавкелер пайдасына шешілмеді. Біздің эрамызға шекемгі 4-ші ғасырдың ақырларында бұл жердегі Чандрагупта тикар салған күшлі Маурия мемлекеті Салавкаға қатаң қарсылық көрсеткені себеплі Салавка бітім түзуге мәжбүр болады. Оның Хиндистандағы жеңілісі салавкелердің Турандағы жәрдемшілерінің ахуалына сезілерлі дәрежеде ұнамсыз тәсір көрсетті. Бұл жағдай бұл жерде салавкелерге қарсы күрестің күшеюіне себеп болды. Жергілікті отырықшы һәм көшпелі халықтың көп санлы көтерілістері бұл күреслерден дерек береді. Олар салавкелердің таяныш нұқатлары болған Маргианадағы Александрия, яғни Гунемарв һәм Александр Эсхата, яғни ұзақтағы Александрия, Ходжи татрапларын ойран етеді. Бұл күреслер нәтижесінде этникалық көшулер болып өткен болуы мүмкін. Қоласы салавкелер хакимиятты иелеген уақытта олардың Турандағы ахуалы қауіплі еді. Сол себеплі Туран уалаятларындағы жерлерінен айырылып қалуынан қорыққан Салавка бірінші өз мирасқоры Антиох бірінші басшылығындағы шығыс жәрдемшілерін шөлкемлестірген. Біздің эрамызға шекемгі 293 жылда Салавка баласы Антиохты шығыс сатраплықларға, яғни Туран уалаятларына өзінің жәрдемшісі етіп сайлайды. Бұл аймаққа Антиохтың тайлануына себеплерден бірі ол ана тарептен Туран перзенті еді. Александр Македонский соғыт ақсүйеклерінен Равшанахқа үйленгеннен кейін өз саркардалары һәм хамилдарларына да жергілікті хаялларға үйренуді ұсыныс еткен. Ірі саркардалардан бірі болған Салавка соғдейлердің афсаналық қаһарманы болған Спитаменнің қызы Апамаға үйленген һәм Сунекеден Антиох дүнияға келген еді. Сол себеплі де шығыс халқы Антиохты жақсы қабыл еткен. Антиох ойран етілген қорғанларды тікілеп, төменгі Мурғаб оазисін қоршап тұрған үлкен һәм қалың қорғану дивалы Маргиана дивалын құрды. Көтеріліслерді бастырды. Ол салавкелер құдіретін көрсету мақсатында атрапындағы отырықшы һәм көшпелі халыққа әскери атлантислар шөлкемлестірді. Антиох тарапынан өткерілген бір қатар әскери саяси һәм дипломатиялық ләжлар себеплі Турандағы салавкелерге қарсы харекетлер бастырылды. Туран уалаятлары салавкелер мемлекетінің саяси тарихында жетекші орынлардан бірін иелейді. Өзінің ұзақшылық хүкімдарлығы дәуірінде, яғни біздің эрамызға шекемгі 293-261 жыллар Антиох батысқа қылған көплеген атлантислар менен даңққа ерісті. Ол өз мемлекетінің шығысына, соның ішінде Туран жерлеріне аз ітібар қаратты. Бұл уақытта Туранда экономикалық өзгерістер жүз берген еді. Тыныш тұрмыс басланып, ауыл қожалығы, өнерменшілік һәм сауда әдеуір рауажланды. Салавкелер мемлекеті орайынан сыртта болуына қарамастан, Туран уалаятлары олардың мемлекетінің ең ахметлі бөлігі еді. Туран әскери стратегиялық һәм экономикалық ахметке ие болып, салавкелер бұл аймақ бойлап өткен сауда жоллары бойында қалалар һәм таянч әскери бекіністер құрдырып, оларда өнерменшілік, өзара алмасу һәм сауданы рауажландырғаны тегіннен емес. Салавка һәм Антиох, яғни біздің эрамызға шекемгі 281-261 жыллар қаресіз хүкімдарлығы дәуірінде салавкелер мемлекеті сиясатының тикарғы бағдарлары қалыптеседі. Салавкелер үш регионда — Қубла Сирия,
Кіші Азия һәм Шығыста актив сыртқы саясат жүргізуге мәжбүр болған еді. Құбылай Сирия һәм Кіші Азия үшін Птолемей Лакти қарсы алған Мысыр һәм жер орта теңізінің шығысындағы мамлекет династиясы менен тынымсыз ұрыслар болып тұрған. Себебі бұл аймақларда ахметлі сауда жоллары тамамланып, гүлдеп жаснаған порт қалалар бар еді. Кіші Азияның грек қалалары да үлкен ахметке ие еді. Шығыс уалаятларында атап айтқанда Турандағы жағдай біраз құрамалырақ болып, бұл аймақ басқару орайларынан әдеуір ұзақта жайласқан еді. Екіншіден, салафкелер мемлекеті шекараларында жайласқан көшпелілердің тұрақлы қаупі бар еді. Біздің эрамызға шегемгі 3-ші ғасырден баслап көшпелілердің көшулері басылануы нәтижесінде шекаралардағы бұл қауіп және де күшейеді. Салафкелер мемлекетінде ішкі саяси басқару мәселелері де бірқанша құрамалы еді. Үлкен аймақларды қамтып алған бұл мемлекетте социалық-экономикалық рауажлану дәрежесі һәм жәмиеттің саяси шөлгемі әрқилы болған. Көптеген уалаятларды бірде-бір мемлекетке бірлестіру біраз қиын вазипа еді. Салафкелер мемлекетінің өзіне тән өзгешеліктерінің бірі ол тек әскери жүрістері нәтижесінде емес, ал күш ісілету жолыменен пайда болған. Соның ұшында мемлекеттің тек арғы вазипаларынан бірі баспалынған халықларды зорлықпенен ұстап тұру яки бірлестіріп тұру еді. Шығыс халықлары жергілікті ақсүйектердің бір бөлімі яки айрымлары басқару системасына тартылған болса да, тек арғы басқарушылар македонлар һәм греклерден ібарат болған. Салафкелер династиясында мемлекет басшысы патша болып, оның хакимияты шексіз еді. Патша бір уақыттың өзінде бұқаралар хакімшілігінің жоғары басылығы, армиялардың бас саркардасы, жоғары судья һәм хатека бас низам шығарушы вазипаларын атқарған. Деректердің мағлұмат беруінше, династияның тикарын салушысы Салавка патша тарапынан бұйрық етілген барлық нәрселер бархолла, адалатлы деген принципке қатаң әмел еткен. Салафкелер династиясы патшалары төменгі екі құқуқи тикарға ие еді. Біріншісі басып алу құқығы, екіншісі болса хакимиятты атадан балаға мирас етіп қалдыру құқығы. Көпшілік жағдайларда салафкелер патшалары ләхи деп көрінген. Мәселен, тыйын тану мағлұматлары Сатер құтқарушы, Дикайос адалат паруар, Эвергет жақсылық қауындері сияқлы патшалар болғанлығын тастиқлайды. Мемлекеттің жүді үлкен аймақларды қамтып алғанлығы айрым жағдайларда хакімшілік қадағалауының төмендеп кетуіне алып келген. Деректердің гуалық беруінше, бірнеше жергілікті сияси бірлеспелер, айрықша қауымлер, дүрек полислері, ібадатхана жәмәтлері, жергілікті династиялар ішкі іслерде ғаресіз саясат жүргізуге харекет еткен. Өз дәуірінде салафкелер хүкімдарлары қала құрылысы менен белсенді шұғылданған һәм кейінала салафкия деп аталған қала орайларына тикар салған. Орай династия уәкілдерінен бірінің атыменен аталған жағдайларда оған полис құқы, яғни толық ғаресіз болмаған статусы берілген. Бұндай қалалар хакімшілік қадағалау астында болған. Сондай-ақ бұл қалаларда грек халқы топлану керек еді. Салафкелердің қала құрылысы іскерлігі хақында Плиний, Страбон, Амиан Марсилин сияқты антик дәуір авторлары мағлұмат береді. Бұл мағлұматларға қарағанда Маргиана Антиохиясы, Скифиядағы Антиохия, Тармат Антиохиясы, Ойханым сияқтылар полис құқына ие болған. Салафкелер мемлекетінде қалаларға қарасылы ауыллар өзінің жәмиетлік түзілісін сақлап қалған болып, олардың бойсынуы жәмиетлік характерге ие болған һәм олар полис қала аймағына кіргізілмеген. Деректердің мағлұмат беруінше, Салавка бірінші Птолемейлер менен хакимият таласып, шығыс аймақлар һәм Кіші Азия үшін күрес алып бару процесінде өз хакимиятына басқару тәртібін енгізе баслаған еді. Ол Александр дәстүрлеріне садықлығын көрсету мақсатында сатрапияларды ірі уалаят бірлеспелері сипатында сақлап қалды. Тыйынтану мағлұматларына қарағанда Салавка біріншінің мемлекеті Ахаманилер һәм Александр мемлекетіне салыстырғанда біраз кіші болып, хакимият 27-28 сатраплыққа бөлінген. Әрбір сатрапияны патша тарапынан тайынланған сатрап яки стратег әскербасы лауазымындағы шахс басқарған.
Persiya satrapliklaridan farq qilib, ular hokimchilik ham askariy boshqaruvlarni qo'lga olgan. Satrap strateg hokimchilik boshqaruvda eng yaqin odamlarini o'zini yordamchi etib saylagan. Bu yordamchi soliq shinovchilarning iskerligi, ichki ham sirtqi savdo, xo'jalik turmusini qadag'alab borgan. Tarixiy deraklarda salafkiylar satrap strateglari Greksha Atpinin, Stratonik, Aleksandr, Geyraks, Antiox ham boshqalar tilga olinadi. Demak, salafkiylar hukmdorlari Tikarnan greklardan ham ayrim joylarda illinlesken jergilikli aqsuyaklardan tayinlangan. Turanda grek hukmdorlari ham ular atrofida to'plangan grek aqsuyuklari bilan birga jergilikli aqsuyuklarda hukmdorlik etadigan edi. Salafkiylar hokimiyati Turandagi askariy punktlarda, ya'ni katoliklarda joylashgan askariy kuchlarga suyangan edi. Salafkiylar davrida Baktriya, Margiana, Sagdiana ham Parfiya aymoqlarida ko'p xalqli qal'alar ko'p edi. Maraqand, Baktra, Niso siyaqli ko'plagan ayimgi qala xarbaxonalarida olib borilgan arxeologiyalik zertlovlar natijasida topilgan deraklar bu aymoqlarda o'nermenchilik, savdo-sotiq ham xo'jalik ishlari rivojlanganini derak beradi. Salafkiylar mamlakati belgili bir xalq yoki elatlardan iborat bo'lmay, ko'plagan etnikalik to'parlarda askariy yo'l bilan birlashtiruvdan quralgan birlashma edi. Mamlakat boshqaruvining barliq siyosiy, huquqiy ham sotsialik bag'darlari podsho saroyi bilan baylanishli bo'lib, bu joyday mamlakat boshqaruvida ulkan ahamiyatga ega bo'lgan. Ahamoniylar mamlakati siyaqli salafkiylar mamlakatida ko'plagan mamlakatlik ishlarda olib boruvchi divanxona bo'lgan. Ayrim deraklar salafkiylar saroyidagi xat hujjat ishlarining boshlig'i lavozimi haqida ma'lumot beradi. Salafkiylar davrida adevr quramalli soliq tartibi yengiltirilgan bo'lib, salafkiylar hukmdorlari o'zlarini shekin bar bo'lgan soliq tartibini o'zlashtirgan holda o'g'an o'zgarishlar kirgizib chetlashtirgan. Dehqonlardan yer solig'ini jinab olu satrap strateglarining vazifasi bo'lgan. Bunday soliqlarning miqdori aniq belgilangan bo'lib, viloyatlardan keladigan soliqlarning umuman miqdori avulliq jamiyatlardan tushadigan soliqlarga baylanishli bo'lgan. Turandagi greklar bilan baylanishlar jergilikli xalqlar madaniyatining ayrim tariflarini batishga tarqatuvchi ahamiyatli faktorlardan birini aylandi. Ellin madaniyatida sab grek madaniy duretuvchiligi emas, al grek ham shig'is mamlakatlarining o'zaro tan qo'shiluvi o'z ko'rinishini topgan. Ellin madaniyatining rivojlanuvida Turan xalqlarida ahamiyatli rol o'ynaydi. Turanning ulkan bo'limi salafkiylar mamlakatni askariy yo'l bilan qo'sib olinuvi belgili darajada batыс ham shig'is o'rtasidagi ekonomikalik ham madaniy baylanishlarning rivojlanuvini turtki bo'ldi. So'ning bilan birga jergilikli madaniyat, savdo-sotiq, qala turmusi, o'nermenchilik ham sug'aruv ishlari izbe-iz rivojlanib bordi. So'layatib Turanning salafkiylar mamlakati quramina kirgan davri grek Makedon bosqinchiligi sababli vayron etilgan ekonomikalik turmusni tiklov, bakteriyalar, sogdiylar ham parfiyalar, shuningdek boshqa Turan xalqlarining salafkiylarga qarshi kurashda birlashuv davri bo'ldi. Bizning eramizga shekimga 3-asrning 60-70-yillarına kelib, Kishi Aziya ham Balkan yarmatog'ida salafkiylar hukmdorlari arasida hokimiyat uchun kurashlar avj oldi. Natijada salafkiylar mamlakatining shig'is viloyatlarida siyosiy жағдай o'zgarib, oraydan qarshuvchi kuchlarning harakatlari jiddiylashdi. Bizning eramizga shekimga 250-yilga kelib Parfiya, keyin bo'lsa grek Baktriya mamlakatlari salafkiylar mamlakatidan ajralib chiqib, o'zlarini qarisiz deb shariyalaydi. Salafkiylar davri qala qurilishi tarixi juda qiziq. O'z davrida salafkiylar hukmdorlari keng bosqinchilik siyosatlarini amalga oshirish maqsadida qala qurilishi bilan belsenda shug'ullangan. Ular keyinala Salafkiya deb atalgan qala o'raylarini tikar solgan. Qurilgan Makanjay dinastiya vakillarining birining ati bilan atalgan joylarda o'g'an polis qala huquqi berilgan. Salafkiylar davrida o'zi tikar solgan qalalarda turli etnikalik to'parlar, greklar, makedonlar ham jergilikli xalqlarning aralashuvini qo'llagan hukmdorlarning Aleksandrning qala qurilishi siyosatini to'liq cheklavi yuz berdi. Salafkiylar davrida yangi qalalar polislar ko'rinishlarida cho'lkamlashtirilib, oldin cho'lkamlashtirilgan qalalarga da polis statusi berilgan. Bunda polislarda buxorolar jamiyati tek greklar ham makedoniyaliklardan quralgan. Bu qalalarda grek xalqi to'planuvi kerak edi. Masalan, Margianaga tegishli ma'lumotlarga qaraganda, bu qalaning grek xalqi arasida suriyalik greklar
үлкен орын иелеу керек болған. Плиний Маргиана хақында төмендегіше мағлұмат береді. Онда Александр Александрияға тикар салды, бірақ варварлар бұл қаланы уайран етті. Салавканың баласы Антиох бұл қаланы тап осы жерде қайта тікіледі. Ол қалаға өз атын беруді лазым көрді. Бұндай хабар Страбонда да ұшырасады. Бұл жазба деректер мағлұматларын археологиялық мағлұматларды тасдиқлайды. Салавкелер патшалығында қалаға бойсынушы ауыллар өзінің жәмиетлік дүзілісін сақлап қалған. Олардың бойсынуы жәмиетлік характерге ие болған һәм олар полис аймағына кіргізілмеген. Салавкелер дәуірінде Туран қалаларының жағдайы һәм ішкі түзілісі хақында мағлұматлар жетерлі емес. Салавкелер мемлекетінің шығысында көптеген жергілікті қалалар белгілі дәрежеде қаресіздікке ие болған. Әдетте Салавкелер патшасы басып алған қалаға оның статусы белгіленген карта берген. Кейде бұндай карта қаланың бар статусын тасдиқлаған. Сондай-ақ қаресіз қалалар да болған. Бірақ бұндай саясат Туранда белгілі дәрежеде алып барылған деген пікірді тасдиқлаушы мағлұматлар әзірше жоқ. Туранда грек әскери мәкан жайлары католиклерде құрылған болса керек. Көшіп келген греклер Салавкелер хакімиятының тикарын таянышын құраған. Көпшілік зерттеушілердің пікіріне бола, Салавкелер өз қала құрылыс іскерлігін шығыста да, батыста да әмелге асырған. Сондай-ақ бұл дәуірде Туранға жүда көп греклер көшіріп келтірілген деген пікірлер де бар. Грек Бактрияның әскери құдіретінің деректері хақында пікір жүргізілгенде, бұның себеплерін Салавкелер Бактрияда тикар салған әскери колонияда көру мүмкін. Бұл мәселені шешуде Туранда грек македонлар басып алуынан әдеуір алдын жүда көп жергілікті қалалар һәм рауыжланған қала тұрмысы болғанын этибарға алу мақсатке муафық. Тарих фантазия менен жазылмайды. Бірақ ойлап көрейік, Салавкелер өз империясын сақлап қалуға еріскенде не болар еді? Орта Азияда эллинистік мәдениет ұзағырақ дауам еткенде ше, бәлкім регионның саяси картасы басқаша көрініске ие болар еді. Бірақ тағдир басқаша жол тұтты. Салавкелер мемлекетінің бөлінуі анық болып қалды. Басқыншылыққа тикарланған хакімият жаңа күштердің хүжіміне шыдам бере алмады. Парфиялылар һәм грек бактриялылар басламаны өз қолына алды һәм шығыс және өз низам қағидаларын орната баслады. Бірақ бұл жерлерде эллинизмнің ізі бүткіллей жоқ болып кетпеді. Ол кейінгі дәуірлер архитектурасы, көркем өнері һәм хатти саясатында да өз тәсірін қалдырды. Салавкелер тарихы бұл ұмтылыстар, жеңілістер һәм трагедиялар тарихы. Бірақ ол археологлардың табылмаларында, айемгі текстілерде һәм біздің өтмішті түсінуге болған ұмтылыстарымызда еледе жанлы. Жайқонның кезектегі видеоларында һәм тарихтың басқа дәуірлерінде көріскенше.